Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құзырына бір күні бір жас жігіт келеді. Хадисте келетін жан-жағына қарайды деп Алла елшісін көрді бірден ұмтылады. Сөйтеді бірінші сұрайтын нәрсесі: "Я Алланың елшісі, изанли физина." Маған зинаға рұқсат берші. Өте ауыр. Бұл да жаңа ауыр қылмыс. Ана жерде бәрі сахабалардың бәрі тұра келеді. "Ей, не деп отырсың?" деген секілді. Аны енді бұл бір нәрсені түсіну керекпіз да, ол кісінің Алла елшісінің құзырына бұлай келудің өзінде де енді бітті ғой, енді шыдай алмаймын деген сөз ғой. Уже жететін жеріне жетіп, ол да әйтпесе ол кездегі кісілерде қасында екі дүниенің сардары пайғамбарымыз жүр ғой, енді имани тұрғыдан кәдімгі кемелденіп жүрген кісілер ғой, солардың өзі сондай сөзге айтуға мәжбүр болғаны өте қиын жағдайға келдім деп. Осы нәрсеге келгенде менде мынау нәрсе есіме түседі да. Енді ар жағын білеміз ғой, пайғамбар не еді, тура соны айта біледі да. Әлгі жанып жаңа қопаруға дайын болған кісіні басудың бірақ сөзбен сен бұны анаңа қалайсың ба деп. Одан кейін ары қарай әпкеңе, қарындасыңа қалайсың? Амматука ва халатука, нағашы әпкелеріңе, әкеңнің қарындасына қалай? Жоқ деп оны түсінеді да. Мынандай бір оқиға болды бізге. Өзім имамдық практикамда. Бір кісіні Құранның аятында келеді ғой. Жаңа шайтанның Алла тағаланың құзырынан жәннатынан шығарып қуылғаннан кейін келетін аяттар бар ғой жаңа. Шайтан енді адам баласын оң жағынан, сол жағынан, алдынан, артынан деп, сонда оң жағынан ғалымдарымыз түсіндіргенде айтады ғой, ол оң жағынан дегені ол жаңа шайтанның күнәлі істерді көркемдеп, оны бір сауапты сияқты көрсету деп. Соны енді жаңа бір күн бір көкеміз келіп тұр ғой, ыржың жаңа аузында сағызы бар. Прикол ұстап, маған былай деп отыр: "Имеке, жесір әйелдерге бару сауап емес па?" дейді да. Ол күнә деп тұрған жоқ. Күнә ма деп сұрап тұрған жоқ, сауап емес па деп ыржың келіп тұр да. Бірден пайғамбарымыздың сол оқиғасы есіме түсті да. Сөйтіп жаңа айтып отырмыз ғой. Енді аға, әкеңіз тірі ма? Иә, тірі. Енді әкеңіз қайтыс болып, анаңыз жесір қалған болатын болса, анаңызға біреулердің келіп сауапты істеген жақ қалайсыз ба деп. Анау кісі кәдімгі су сепкенде түрі бұзылып кетті. Енді одан кейін тоқтайсың ба, одан кейін жалғастырып жатыр ғой пайғамбарымыздың ізімен. Иә, қарындасыңыз бар шығар, әпкеңіз бар шығар. Солардың ертең күйеулер өліп қайтыс болған кезде, ертең олардың жаңағы арам пиғылды адамдардың келіп сол сауап жинаған қалайсыз ба? Анау кетіп бара жатыр. Ақыры ертең сіз де бұл дүниеден өтесіз ғой. Әйеліңіз жесір қалады. Әйеліңізге басқа біреуге сауап тұрса, анау кісі болып отырды ғой, соң кешір деп төмен түсіп кетті. Енді пайғамбарымыздың бір мәмілесінен мен осылай практикада көрдім да. Жаңа енді бұл хадисте ол кісінің аты аталмайды да, бірақ басқа хадистерде бәлкім ғалымдар айтады, бұл Джулайб есімді сахаба болуы мүмкін деп ше. Енді ол оқиға енді теріс халықтың арасында таралады ғой. Көпшілігі ол кісіге жаңа қызын беруді қаламайды. Пайғамбарымыз құда ортаға түсіп, біреуге құда түсіп, әртүрлі бір қызға үйленеді. Енді өзіне әйел қылып алады. Кейін соғыстардың бірінде ол кісі жаңа Джулайб есімді сахаба қайтыс болады, шәһид болады. Пайғамбарымыз өзі жаңа арулап, өзі жаназасын оқып, өзі көмеді. Енді исламға дейінгі өмірін қарайық, пайғамбарымыздың бір ауыз сөзімен соңы қандай болды? Шәһид ең жоғары дәрежедегі атақпен өлді, шәһид болып қайтыс болды. Пайғамбарымыз өзі жаназа шықты. Осының бәрінің артында тұрған пайғамбарымыздың бір ауыз сөзі. Мені осы нәрсе таң қалдырады. Менде пайғамбарымыздың адамдармен қарым қатынасындағы дөп басып, сол керек нәрсені дер кезінде айта білуі.